Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін жаратылыстану пәнінен заттардың қасиеті қалай өзгереді тақырыбында аш сабақ өтеміз. Балалар, алдыңғы білімді еске түсіреміз. Заттардың қасиеті өзгере ме? Тары қалай жентке айналды? Ол үшін қандай әрекеттер орындалды? Қандай заттар қосылды? Тары мен женттің қасиеттерінің бір-бірімен айырмашылығы бар ма? Неліктен? Балалар, сұйықтық күйдегі заттардың қасиеттері: сұйықтар сығылмайды, көлемін сақтайды, пішінін сақтамайды, сұйықтар аққыш болып келеді. Сен білесің бе, мырыш қалай металдарын тот баспайды? Сол себепті тамақ өнеркәсібінде қолданылатын темір қалбырлардың іші сыртына жұқалап қалай жалатылады? Ойлан, таныс емес заттың қасиетін білмей тұрып, дәмін татуға, иісін сезуге болмайды. Балалар, бүгінгі жаңа сабақта заттар әртүрлі үдеріс барысында өзгеріске ұшырайтынын үйренеміз. Мысалы, темірді балқытып, әртүрлі жаңа бұйым жасауға болады. Бірақ темірге тән қасиеттері жоғалмайды. Ал кейбір үдеріс кезінде зат өз қасиеттерін жоғалтады немесе өзгереді. Мысалы, темірден жасалған бұйым таптанса, бүлінсе, оның темірге тән қасиеті жоғалады. Сондай-ақ, заттардың шіруі, жанып, күлге айналуы, жанғанда түтін мен иіс бөлуі оның басқа затқа айналғанына мысал бола алады. Балалар, ширату жаттығуларына арналған тапсырма сендерде. Суреттерге назар аударыңдар. Бірінші топтағы суреттерде не ортақ? Бұл денелердің арасында қандай байланыс бар дейді. Балалар, білеміз, бұл жерде ортақ ағаш, яғни ағаштан отын болады. Қолымызда газет журналдарды да ағаштан шығарады. Және де жұмыртқаның салатын ыдысын да ағашпен жасауға болады. Яғни бұның бәрі ұнтақталған ағаштан жасалынған бұйымдар, заттар, немесе қолымыздағы оқитын газет журналдарымыз. Ал енді балалар, дәптермен жұмыс. Заттардың суретін сал. Төмендегі материалдан жасалған қандай заттарды білесің? Сол заттың суретін сәйкес бағанға салып, атауын жазып көр. Балалар, жарайсыңдар. Балалар, сабақты бекітеміз. Яғни, сұрақ қою арқылы жауап бергендеріңе қарай бүгінгі сабақты жетік меңгергендеріңді білуге болады. Майша мен сіріңкенің шиі жанғанда қандай өзгерістер болады? Майша мен сіріңкені бастапқы қалпына келтіруге бола ма? Қандай заттар түзілді немесе қасиетін жоғалтты? Балалар, бүгінгі сабақта өте белсенді болдыңдар. Білім шыңы арқылы кері байланыс жасаймыз. Балалар, маған да кері байланыс жасауды ұмытпаймыз. Жарайсыңдар балалар, сау болыңдар.